Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен жеңіл дайындалатын сүтті қыз, яғни молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бір банка сгущенкаға 3 жұмыртқаны салып араластырып аламыз. Одан соң үстіне сары май салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Нақты мөлшерлемесін видеоның астына жазып қоямыз, сол жерден қарасаңыздар болады. Барлық қоспа біріккеннен кейін миксерлеуді тоқтатамыз. Енді үстіне ұн саламыз. Ұнымыздың үстіне міндетті түрде разрыхлитель салып, тағы да миксерлеп аламыз. Және де ұнды міндетті түрде електен өткізуіміз қажет, сонда тортымыз өте жұмсақ үлпілдек болып шығатын болады. Міне осымен біздің тортымыздың тестасы пісуге дайын. Осындай қою массаға айналған кезде біз миксерлеуді тоқтатамыз. Енді алдын ала дайындалып өлшеніп қойған пергамент қағаздарына 2 ас қасық салып, жұқа етіп жайып шығамыз, және барлық шетіне бірдей жетуін қадағалаймыз. Өйткені бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетсе, біздің тортымызды жинаған кезде тегіс шықпауы мүмкін. Сондықтан да жұқа етіп барлық шетіне бірдей жеткізіп жағып аламыз. 180 градуста 5-7 минут пісіріп аламыз. Енді корждарымыз піскенге дейін біз оның кремін дайындайтын боламыз. Кремі өте оңай дайындалады. Мен 700 грамм сливкиға 150 грамм қант ұнтағын қосып, екеуін жақсылап миксерледім. Және де сливкидің өте салқын болуы өте маңызды, себебі сливкидің іріп кетуі немесе оның дұрыс ұстамай қалуы массасын, оның салқын жерде тұрмауына байланысты. Сондықтан да барынша пайдалануға 4-5 сағат бұрын ол міндетті түрде салқындап, өте салқын күйде болуы тиіс. Сонда креміміз өте жақсы ұстайтын болады өз массасын. Міне бізде осындай қою крем пайда болды. Енді корждарымыз суығаннан кейін міндетті түрде суытып алып, содан соң ғана жинауға кірісеміз. Және тортты жинағанда осындай кальциямен пленка бізге көмектеседі. Алайда сізде ол нәрселер болмаса, бұларсыз да жинай беруге болады. Мен кремді 3 ас қасықтан салып отырдым әр коржға. Бұл өте маңызды, себебі біз тортты кескенде әр түрлі көлемде креміміз болмас үшін, барлығы бірдей әдемі көріну үшін өлшеп салғанымыз дұрыс.
міне бұл бізде соңғы коржды біз крем жақпаймыз, себебі басқа креммен қаптайтын боламыз. Енді тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жібереміз. 3-4 сағаттан кейін тортымызды алып, енді сыртын біз декор креммен қаптайтын боламыз. Декор кремнің рецептісін мен салған болатынмын. Сол рецепт бойынша қарап жасасаңыздар болады. Мен үстіне көк краситель қостым, тортым әдемірек шығу үшін. Міне декор креммен енді сыртын қаптап аламыз. Міне бетін осылай тегістеп аламыз. Сыртын өз қалауыңызша әрлей берсеңіз болады. Мен шоколадты ганашпен шетін сәндедім. Одан соң үйдегі бар нәрселермен, шоколадтармен бетін әсемдеп шықтым. Осымен біздің молочная девочка тортымыз дайын. Өте жеңіл дайындалады, тез дайындалады әрі. Кез келген қыздың қолынан келетін өте оңай, дәмді торттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жақсы шығады. Төменде ссылкада мен толық рецептісін саламын. Сол жерден қарап, жасап, лайк басып, қолдауларыңызды күтемін. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.